Ағзаның табиғи қалпына келу және қорғаныс жүйелерінің жұмысы. Негізгі рөлді мына жүйелер атқарады: иммундық жүйе, эндокриндік жүйе, ас қорыту жүйесі, тыныс алу жүйесі, қан тамырлар жүйесі. Иммундық жүйе ағзаға түскен бактерия, вирус және басқа зиянды заттарды анықтап жояды. Екінші, тіндердің қалпына келуі, регенерация. Кейбір тіндер зақымдалса, ағза оларды қайта қалпына келтіреді. Тері кесілсе, жара бітіп кетеді. Сүйек сынса, кейін қайтадан бітседі. Бауыр белгілі бір дәрежеде қайта өседі. Үшінші, ішкі тепе-теңдікті сақтау. Ағза температураны, қан қысымын, гормондарды тұрақты ұстап тұруға тырысады. Бұл құбылыс баланс, гомеостаз деп аталады. Төртінші, демалу және ұйқының әсері. Жасушаларды қалпына келтіреді. Гормондарды мелатонин, серотонин реттейді. Кортизол иммундық жүйені күшейтеді. Бірақ ағзаның өзін-өзі емдеу мүмкіндігі шексіз емес. Ең тез регенерация болатын 5 мүше: бауыр, тері, сүйек, қан, ішек қабырғасы. Бауыр ең күшті қалпына келетін мүше. Тіпті оның шамамен 70% бөлігі зақымдалса да, қалған бөлігі қайта өсіп, жұмысын жалғастырады. Адам ағзасында ең баяу қалпына келетін мүшелердің бірі ол ми. Ми жасушалары, нейрондар өте баяу жаңарады. Егер нейрондар қатты зақымдалса, олар көбіне толық қалпына келмейді. Жүрек те баяу қалпына келеді. Мысалы, миокард инфаркті кезінде жүрек бұлшықеттерінің зақымдалған бөлігі толық қалпына келмеуі мүмкін. Көздің жүйке жасушалары да баяу жаңарады. Кейде мүлдем қалпына келмейді. Ағзадағы жасушалардың көп бөлігі шамамен 7-10 жыл ішінде жаңарады. Қан шамамен 3-4 айда жаңарады. Тері 2-4 аптада жаңарады. Ішек жасушалары 3-5 күнде жаңарады. Сүйек толық жаңаруы шамамен 7-10 жыл. Бауыр бірнеше ай ішінде қалпына келеді. Және де 5 табиғат құбылысы бар. Ол бізде ағаш, от, жер, металл, су. Ағаш ол бізде иммундық жүйеге жауап береді, және де өт қабымен бауыр кіреді. Ал жұмысы 23:00-ден бастап 1-ге шейін. Бауырдікі түнгі 1-ден 3-ге шейін өзінің функциясын атқарады. Психоэмоционалдық жағдайы ашу. Эндокринный жүйеге бізде ащы ішек, жүрек жауап береді. Және де жұмысы сағат күндізгі 1 мен 3-дің ортасында, ал енді жүректікі сағат 11 мен 1-дің ортасында күндізгі. Асқазан, ұйқы без, көк бауыр бізге 5 табиғат құбылысының жерге жатады. Және де психоэмоционалдық жағдайы уайым, рефлексия. Жұмысы таңғы 7 мен 9-дің ортасында, және де ұйқы без, көк бауыр 9 мен 11-дің ортасында жұмысын атқарады, функцияларын. Тыныс алу жолдары, металл, темір. Оған бізде өкпе, тоқшек жауап береді. Психоэмоционалдық жағдайы ол құштарлық. Таңғы жұмысы таңғы 3 пен 5-дің ортасында. Және де тоқшектің жұмысы 5 пен 7-ның ортасында. Және де бізде 5 табиғаттың құбылысы су. Оған бізде бүйрек, қуық жолы жатады. Ал енді психоэмоционалдық жағдайы ол қорқыныш, үрей. Максималдық белсендік уақыты
сағат күндізгі 3-тен 5-ке шейін, бүйректікі сағат 5-пен 7-ге шейін. Және де ағзаның өзі қалпына келу қабілетін күшейту үшін бізде жеткілікті ұйқы болу керек. Ерте жатып, ерте тұру, 22:00-де жатып, дұрыс тамақтану, қозғалыс, ол жүру, жаттығу жасау таңертең, стрессті азайту, ойымызды позитивте ұстау, эмоционалды күйді дұрыстау, және де таза ауа өте маңызды. Тыныс алу, дем алу, оның да техникалары бар. Сондықтан өздеріңізді күтіңіздер, денсаулықтарыңызға қараңыздар.